Ал жақсы балалар, келесі тапсырмамыз сендерге сөйлем беріледі, топта орындаймыз, көрініктердің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемді оқимыз. Топта жұмыс жасаймыз. Берілген сөйлемді оқимыздан түсіп қалған әріпті қоямыз. Қандай әріп түсіп қалды, сол әріпті жазамыз. Көрініктердің орнына қандай әріп түсіп қалды, сол әріпті жазамыз. Tamam, Beyza бірге ойнады. Я, біреуін жазасыңдар. Бірінші болады, бірінші Елнара. Сіздер Елнара жауап бере ме? Оқи ғой. Қырғауыл киімін киген Дәуренді алғашқыда танымай қалдық. Қырғауыл киімін киген Дәуренді алғашқыда танымай қалдық. Қандай әріп түсіп қалған екен? У дыбысы. Дұрыс па? У дыбысы бұл жерде қандай? У дыбысы бұл жерде дауысты бұл. Дауысты, дәлелге, неліктен? Өйткені ол дауыссыздан соң тұр. Дауысты дыбыстан кейін тұр. Тамаша, жарайсыңдар. Қошемет көрсетейік бірінші топқа. Келесі. Сендерге де бір ұпай. Келесі, екінші топ. Оқи қойыңдар. Қандай сөйлемдерді? Дауысын жайды оқы. Тауыстың киімі әдемі ақ. Тауыстың киімі әдемі ақ. Қандай дыбыс қалған? Қандай? У дыбысы. Бұл жерде у дыбысы қандай дыбыс? Аяғы? Дауыссыз. Неліктен? Неліктен дауыссыз? Өйткені оның Өйткені ол дауысты дыбыстан кейін тұр. Қандай дыбыстан кейін тұр? Дауысты. Дауысты дыбыстан кейін келген у дыбысы дауыссыз. Тамаша, жарайсың. Қошемет көрсетейік екінші топқа. оқушылар қойылымға қажет жан-жануарлардың костюмдерін таңдады. Қандай әріп түсіп қалған? Қандай әріп? У әріпі. У әріпі бұл жерде қандай дыбыс? Дауыссыз. Дауыссыз дыбыс. Неліктен, Айден? Неліктен дауыссыз? Дауысты дыбыстан кейін тұр. Жарайсыңдар, қошемет көрсетейік қалай. Ендеше мәтін не туралы болды бала? Киімдер туралы болды. Айта қойшы, Аяна, қандай киімдер туралы болды? Жануарлар киімі. Бұл жануарлар киімін қай кезде біз киеміз? Нұрсұлтан, қай кезде киеміз? Спектакль, яғни спектакльдің қазақшасы қалай? Қойылым кезінде киеміз, я? Тамаша. Яғни қойылым кезінде біз неше түрлі жануарлардың киімі, соның ішінде ненің киімдерін киеміз? Көбелектің киімі, тағы да түлкі, қасқыр, я? Міне, біздің сыныбымызда да мерекелік киімді дайындап келген оқушылар бар екен. Ол қандай киім бала? Көбелек, я? Көбелектің киімі, я? Міне, көбелектің қанаттарына қарай қойыңдаршы бала. Нелерді көріңдер? Нелер қалында? Сөздер жазып тұр, я? Қане оқыңызшы бірінші көбелектегі сөздерді. Жылы, жылу, келесі. Келесі. Ал осы сөздердің қандай айырмашылық көріңдер? Екі сөздің айырмашылығы
Бірінші сөзінің ең соңғы әрпі «а», екінші сөзінің ең соңғы әрпі «у». Жарайсың. Енді осыдан кейін біз балалар қандай қорытынды шығарамыз? Ереже шығарамызшы қане? Кәусар? Дыбыстарына егер «у» дыбысын жалғасақ, дыбыстары түсіп қалады. Кәусар, тамаша. Міне балалар, ереже оқып жүрейік. Жақсы балалар, қолымызды сергітіп алу үшін алдымызда тұрған нейро жаттығуын бәріміз біркелкі жасап алайық. Ал бастаймыз. Бір шақпақ тұрған жерге бір саусағымызды, бір саусақты екі шақпақ тұрған жерге екі саусағымызды қоямыз. Тез биік шыңына дейін жүргізіп шығамыз. Бастадық. Жақсы балалар, бүгінгі сабақты сендер түсінгендеріңді мен сендерге қазір алдарыңа жеке тапсырма беремін. Ол тапсырмада «ы» дыбысына аяқталған сөздер жазылған. Сол сөздерді сауатты оқимыз және ол сөздердің соңына «у» дыбысы қойып, әдемі етіп жазамыз. Түсінікті ме балалар тапсырма? Ал сізге сәт. Қаламмен жаза беріңіз. Болғаныз қаламызды береміз. Тамаша, тамаша, айару. Тоқы, шоқы, оқы. «У» дыбысы, «ы» дыбысы аяқталып қалған сөздердің орнына «у» дыбысын қойсақ, «ы» дыбысы түсіп қалады екен. Тамаша, жарайсың Ернара. Қошемет.